Сәлеметсіңдер ме? Отырыңдар. Бүгін кім кезекші? Сабақта кім жоқ? Бүгін сабақта Ернияз бен Әмірәлі жоқ. Жақсы, отыра ғой. Балалар, барлығымыз ортаға шеңбер жасап тұрайық. Балалар, бүгін біз әлемді мойындатқан алып күш иесі Қажымұқан туралы білімді жалғастырамыз. Қажымұқан тек қана физикалық күш иесі емес, сонымен қатар рухани, рухы биік алып тұлға. Сондықтан да қазір бір-бірімізге тілек тілейміз. Мен бірінші, кәне қолымыздан ұстайық. Бір-бірімізге күш тілейміз. Әлихан, мен саған Қажымұқанның қайсарлығын тілеймін. Аделя, мен саған Қажымұқанның сөзінде берік болғанды тілеймін. Мен саған Қажымұқан сияқты мықты болуды тілеймін. Мен сізге Қажымұқанның жақсы мінезін тілеймін. Жақсы, рахмет. Балалар, біз бір-бірімізге үлкен күш тіледік. Қалмақан Әбдіқадыровтың айтуы бойынша, экранда назар салсаңдар болады, Мұқанның бойындағы қара күш тек өзіне ғана емес, бүкіл халықтың намысына қызмет етті. Ол жығылса, халық жығылғандай. Ол жеңсе, ұлт мерейі өскендей сезілетін дейді. Ендеше, біз жаңа бір-бірімізге үлкен күш тіледік. Енді сол сабақ барысында бізге рух боп қызмет етсін. Балалар, біздің бүгінгі сабағымыз ерекше сабақ. Біз суретші боп суреттейміз, зерттеуші боп зерттейміз, және де кейіпкер бейнесін ашуға тырысамыз. Сондықтан да қазір балалар біз 3 топқа бөлінеміз. Суретшілер тобы, жазушылар тобы, зерттеушілер тобы. Қазір мен пазл қиындыларын таратамын. Таңдап аламыз бір-бір пазлдан. Ал енді орнымызға жайғаса қояйық. Балалар, алдымызда назар салып қарайық, бағалау парағы жатыр. Әрқайсысында жеке-жеке. Яғни, бағалау парағында берілген 2 ойын түрі бар, ассоциациялық карта бар, және де 3 тапсырма бар. Осы тапсырмаларды орындау барысында әркім өзінің белсенділігін бағалап отыр. 10 балдық жүйе, ең жоғарғы балл 10 балл. Егер белсенділік танытпаған болсақ, бір тапсырмада, онда минус қойып кетеміз. Ұғынықты ма? Жақсы. Балалар, жаңа сабаққа кіріспес бұрын өткен тақырыпқа шолу жасайық. Сандар сөйлейді ойыны, яғни алдарыңда логикалық сұрақтар беріледі. Бұл сандар нені білдіреді? Ең бірінші, 61 саны нені білдіреді екен? Кәне, айта қойшы. Көрген санымыз, ол Қажымұқан қанша жыл өмір сүргенін білдіреді. Жақсы, тамаша. Келесі сан 1954-1959 жыл нені білдіреді екен? Кәне? Я? 1954-1959 жылы Қажымұқан повесінің жарияланған жыл. Жақсы, тамаша. Балалар, бағалап отырайық. Кім жауап берді? Әркім өзін бағалап отырсын, балдық жүйемен. Келесі логикалық сұрақ 1001 және жұлдыз. Бұл нені білдіреді? Кәне, кім біледі екен? Жақсы, Дилназ айта ғой. 1001-тің аудармасы саласында жасалған заттарды білдіреді. Жоқ, Дилназ, кішкене толықтырып айтайық, е? Яғни, аударма саласында да еңбек еткен 1001 деген аудармасы бар екен. Балалар, соңғы сұрақ 1903-1964. Бұл нені білдіреді? Кәнеки, Темірлан айта ғой. Бұл автордың туып қайтыс болған жылын білдіреді. Жақсы, дұрыс. Кәне бағалап жіберейік. Сонымен логикалық сұрақтар аяқталды. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қажымұқан, яғни кейіпкерлер бейнесі. Сабақта оқу мақсатымызды назар салып қарайықшы. Әдеби көркемдегіш құралдарды пайдаланып шығармадағы табиғат көрінісін, оқиға орнын, кейіпкер бейнесін сипаттап жазу. Яғни біз не істеуіміз керек сабақ барысында? Шығармадағы кейіпкерлерді талдауымыз қажет, көркемдегіш құралдардың рөлін анықтаймыз, және де мәтін негізінде сипаттамалық жұмыс жүргіземіз. Балалар, сендердің алдарыңда ассоциациялық карта жатыр. Яғни Қажымұқан кім, немесе Қажымұқан қандай адам деген сұраққа жауап беру қажетсіңдер. Кәне, алып толтыра қояйық.
Балалар, бұл топтық жұмыс, сондықтан да қазір жасап болғаннан кейін бағалау парағына жазып қоюды ұмытпаймыз. Әркім өзін бағалап отырсын. Кәне, жауап берейікші. Қажымұқан еңбекқор, кәсіби болма, Тұлға. Кәне, суретшілер тобы. Қажымұқан ол сөзге беріп, Жақсы. Төзімді. Төзімді. Батыл. Батыл. Келесі бізде зерттеушілер тобы. Кәне, зерттеушілер тобының жауабын тыңдайық. Ержүрек. Намысшыл, батыр. Жақсы, тамаша. Бағалап отырмыз ба? Суреттеуді түсіну үшін біз Зерек Аюға кезек берейік. Енді Зерек Аюдың ұсынған суреттеулеріне назар аударайықшы. Яғни суреттеу тәсілдеріне не жатады екен? Мінездеу, портрет, айтып жіберейік, монолог, бейнелеу, диалог, пейзаж. Дұрыс айтасыңдар. Бұл суреттеулер арқылы біз кейіпкерді таниды екенбіз. Мұқият тыңдап ұғып алайық. Қазір біз талдау жасаймыз осыған байланысты. Қажымұқан қандай дегенге жауап беру үшін біз оның портретіне қараймыз, түр әлпетіне. Жалпы қандай екен пейзаж ашуға көмектеседі екен. Қазір біз бірінші тапсырмаға назар аударайық. Топтық жұмыс. Жазушылар тобы, суретшілер тобына тапсырма, зерттеушілер тобының тапсырмасы. Жазушыларсыңдар ғой, кәне бере ғой. Бұл жерде сендердің мақсаттарың кейіпкер бейнесін көркемдегіш құралдармен сипаттайсыңдар. Мысалы, Қажымұқан қандай деп айтады? Және өзің айтып отырсың ғой. Таудай дейді, таудай. Бұл көркемдегіш құралдың қай түрі? Теңеу, дұрыс. Теңеумен берген екен. Әрі қарай тағы да осындай теңеу эпитеттерді табамыз мәтіннен. Балалар болдық қой деймін, е? Тапсырманы. Кәне, бірінші қайтып сөйлейді. Суретшілер тобына сөз берейік. Табиғат маусым туралы айтсақ, мәтінде ақпан, қаңтар айлары бейнелейді. Оны сары аяз деп суреттеледі. Және де одан басқа қыс ортасы ауып деп бейнелейді. Бұны теңеумен келтірсек, қамыстай және таудай деп беріледі. Жақсы. Жарайсыңдар. Бағалау парағына бағалап қойыңдар. Жазушылар тобы. Айта ғой, Жанерке. Бұл үзіндіден біз мынандай теңеп алдық. Таудай алып, құмырсқадай, алпамсадай, қамыстай, түндіктей, төбедей деген. Жақсы, балалар, бағалау парағына бағалай берейік. Келесі зерттеушілер тобы. Айқанша, өзің жауап бере ғой. Мәтінде Қажымұқанды алпамсадай қара көзді бала деп эпизодпен бейнелеген. Балалар, сонымен бірінші топтық жұмыс аяқталды. Осы жұмыс арқылы біз Мұқанның қандай жерлерде өтті, және де Мұқанның келбеті қандай, іс-әрекеті қандай екенін анықтадық. Бізде екінші тапсырма иллюстрациялар берілген. Жақсы, балалар, мына иллюстрацияға қараймыз да, суретшілер әдемі келбесін, түр тұлғасын бейнелейміз. Ал жазушылар мынау шығармада қай оқиғаны бейнелейді. Сол бойынша айтамыз. Кәне, дайындалайық. Мәтіннен шығармадан іздейміз осы сәтін. Сендерде белгілі, суретке қарап тауып алуға болады. Соны қысқаша ғана айтып береміз. Топтан бастайық, жазушылар тобынан. Айта қойыңдар. түсінігім бойынша Қажымұқан атамыз әлем чемпионы болып жеңілмеген балуандарды жеңген және көптеген елдерге саяхат жасаған. Бағалау парағына бағалай берейік, балалар. Келесі зерттеушілер тобы. Бұл жерде мен бірінші жұпқа сөз бергім келеді. Тажымұтан повесінің жаяу севеден шана үзіндісіне тыстың бүт түні Тажымұтан масликта жұмыс істейді. Жақсы. Жәнерінен Қажымұқанның байсалдылығын, намысшылдығын және өзінің Масликовқа деген құрметін көре аламыз. Жақсы. Бір түзету енгізіп жіберейік, жылқы малын қайтыс болды деп айтпаймыз, жылқы малы не істеді? Өлді дейміз, өліп қалды, ол адамға байланысты айтылады. Жақсы, қабылдаймыз ба жауапты? Тамаша, бағалау парағына бағалап қояйық. Балалар, біз екі тапсырманы орындадық, енді кішкене сергіп алайық. Қазір ғажайыптар алаңы бойынша мына топтан Даниал келе ғой,
мына топтан Інжу келе ғой. Кәне, кім сұрақ қояды? Саған Қажымұқан повесінен қай бөлімі қатты ұнады? Қар күреген бала. Жақсы, тамаша. Зере, орның отыра беруіңе болады. Інжу келе ғой. Шұғыла, келесі кезек өзіңдікі. Музыкалық үзіліс дейді. Ән айтамыз ба? Немесе топтан біреу көмектесуіне болады? Кім? Топтан. Шұғылаға кім көмектеседі топтарынан? Шұғылаға мен көмектесейін. Жақсы, келе ғой. Аған өзен гүрілдеп. Тамаша. Сыйлық ұттыңыз дейді. Даниял, өзіңнің бағалау парағыңа қазір қалаған балыңды белгілеп қоя ғой. Бұл сыйлық Даниялға. Балалар, осымен сергіту сәті аяқталды. Енді келесі тапсырмаға кезек берейік. Үшінші тапсырма қалды. Бұл соңғы тапсырма кейіпкер бейнесін ашу. Яғни әдеби көркемдегіш құралдарды тағы да қолдана отырып, кейіпкерлерге салыстырмалы түрде талдау жасаймыз. Кімге талдау жасайсыңдар? Қажымұқан, жақсы. Зерттеушілер Масликовты алады. Кімді? Қара тонды қойманың басшысы. Кәне. Майды көтергеннен кейін. Балалар, осымен берілген уақыт аяқталды. Көркемдеуіш құралдан біз тауда деген пікір. Ол? Теңдеу. Теңеу. Жақсы, дұрыс. Балалар, тамаша, бағалай береміз. Келесі бізде суретшілер тобы. Суретшілер тобынан Айша айта ғой. Мен Қажымұқан повесінен Иван Ногичтің өзімшіл және талапшыл екенін байқадым. Жақсы, талапшыл және өзімшіл екенін байқадың. Қосарымыз бар ма? Менің ойымша осы шығармада Масликовтың бейнесі ол өте саран, күжіреткен адам. Мен оны былай дәлелдей аламын. Мысалға, Қажымұқан оның аса құнды жылқысын алып келгеннен кейін Масликов бәрібір оған риза болмай одан ақша талап етеді. Сол кезде Қажымұқан толықтай шешім қабылдап, өз үйіне ақша әкелуге бара жатқанда халық, яғни көптің көмегі деген эпизоды шығады. Яғни сол жерде халық әр қайсысы бір-бір сомнан беріп Масликовқа айтады: сен өте өзімшіл, менменшіл адамсың дейді. Жақсы, тамаша балалар. Енді бағалауға кірісейік. Балалар, сабақты аяқтауға жақын қалдық. Қазір рефлексия жасайықшы. Маған осы сабақта ойындар қатырақ ұнады. Ойындар ұнады, жақсы. Мен бұл сабақтан көркемдеуіш құралдар арқылы табиғатты сипаттауды үйрендім. Тамаша, бұл сабақтың мақсаты болатын. Яғни табиғат көрінісін сипаттауды үйренген екен. Келесі суретшілер тобында не білдім, не үйрендім, не ұнады? Кейіпкер бейнесін сипаттауды үйрендім. Жақсы, тамаша. Мақсатқа жеткен екен біз. Дұрыс па? Келсеміз ғой. Тамаша. Келесі зерттеушілер тобы. Мен троп түрлері арқылы көптеген кейіпкерлерді сипаттауды және оларда болған жерлерді, мекен жерлерді сипаттауды үйрендім. Иә, тамаша. Бұның бәрі Қажымұқан бейнесін аша ма екен? Иә. Ашады екен. Мақсатымызға жеттік пе? Иә, жеттік. Жеттік, тамаша. Рефлексияға назар аударайық. Кейіпкер бейнесі мен көркемдегіш құралдарды білдіңдер. Жаңа жауапта дұрыс болды жауаптарың. Не үйрендім дегенде мәтінге тілдік талдау жасауды үйрендіңдер. Не ұнады дегенде біз балуанның тұлғалық қасиеттерін оқыдық, таныдық, соны ұнаттық. Дұрыс қой? Келсеміз ғой. Бүгінгі сабақ мақсатына жетті деп ойлаймын. Сабақ аяқталды. Көп рахмет. Сау болыңдар балалар.